Жалын сөйлепсе сөйлеп. Негізі мына оюды ең алдымен ағашты істейміз ғой. Істеп бір тәуір жерге келген кезде бұны сыртын майдалап, мысалы рең беру сол жағына келеді да. Рең беру жағына келген кезде біз қазір көбінде китайский, российский бояқтарға, краскілерге мән беріп жатырмыз. Соларды істетіп жатырмыз. Ол адам денесіне зиян, оған химикат зат қосылады. Мысалы қытайский заттарда мүлдем қолдануға келмейді. Олар бір қолданған реңді сіңіріп алады да қайтадан қолданады. Оны асқа қолдануға болмайды. Сондықтан біз оны осы таулардың етегінде отырамыз ғой біз. Біз неге сол жердегі таза топырақтардан алмаймыз? Өйткені адам топырақтан жаралған дейміз да. Барлық нәрсе топырақтан шығады. Біз өзіміз жоса деген топырақты іздеп тауып айтып осы жақтан таза жақтан. Сол таудың етегінде топырақтан алып, содан істеп жатырмыз. Алғашында бізде қытайский бояқтардан пайдаланып, сыртынан ақ пайдаланып, ішін жылқының майымен майладық. Жылқының іші майы бар ғой, соны андай рең сызып отырып шығарып алдық та, қатады екен ғой өте кәдімгідей. Ішіне ыстық қайнаттан құйғаннан кейін тоңдап қалады değil mi? Ыстық қайнап құйғаннан ағашты бір жерге күйдіреді да. Оның өзі ағаштың құрамындағы лас заттарды өлтіреді. Сол ағаш тамырын не сімірмейді жерде, бәрін сіміреді. Химикат заттардың бәрін сіміреді жерде бар. Қосып бар жерге өскен ағаш болса, қосып сіміреді да, мысалы. Өзінің төгіп жүрген андай қоқсық заттарын сіміреді. Сондықтан бұны ағаш таза қылып істеу керек. Әр күні ағаш ыдысты майлап тұру керек. Майлап, оны күтуіміз керек. Ол біздің мысалы біздің үйде 40 жылдық ыдыстар бар. Атамыздың бала күндегі ыдыстар бар. Солардың Қытайдан алып қойған? Иә. Солардың өзі осы күнге дейін сақталған. Неге соның барлығы осындай күтудің арқасы. Әр нәрсе күтуде. Сосын сен өзінің сурет өнерде, телефонда суреттеріңді, істеген заттарыңды көрсеттің бе? Мына ішінде ғой. Сөйлесе отырған ашқан. Жүріп отырмыз. Енді зерек көріп. Әкемен не Жүріп болды. Міне, мына жерде. Сондай көрсетші. Ожаулар істеген, кеселер, астаулар. Қазан былай қарай. Не керек көрсет. Жақын, ағай бекасың. Мына қатты өшіп кесем. Мен адам былай қарай. Ана өте қап-қараңғы болып қалды. Көріңіздер ғой, өзгеше болып табылып арасына бір жер болып берсін. Öldürün. Onursuz Егер істеймін десеңіздер, мысалға, енді сіз балаларға үйретемін десеңіз, бір жағы ой үйретесіз ғой, бұндай ыдыстарда. Біз сізге ағаш ыдыстарға оюдың нелерін, суреттерін салып әкеліп берсек та, соны сіз ойсаңыз, теңдесін алсаңыз да, мысалы біз өзіміз үлгермеу көрсін, ондайларды көп елге істеткен тұғымыз. Өзімізге уақыт жоқ оған істейтін.